Сәлеметсіздер ма, құрметті құрақты қызықтап көрпеше жастықтар құрауға қызығып жүрген қыз-келіншектер, мен сіздерге осы бір әдемі құрақтың түрін көрсетіп өтпекпін. Осы құрағымызды құрау үшін бізге жалғыз ғана осындай үлгіменен жан-жағы 10 сантиметрлік тік бұрышты, үш бұрышты осылай қиып аламыз да, осының көмегімен барлығын жалғыз ғана осы үш бұрыш фигураның менен әртүрлі матаны қиып алып, соны осылай жақсылап орналастыру арқылы неше түрлі құрақтың түрін құрауға болады. Ол үшін міне бізге мынау құрақ, гүл құрағы, міне мынандай гүлдер, сыртында мынаны жасылменен келтірсеңіздер, жапырақшалары болып алыстан әдемі болып көрініп тұрады. Мұны қандай көрпешелерге салуға, мына жеке ғана, мына өзің ғана бүйтіп мынаның сыртын ақпенен айландырып жіберіп жастыққа құрауға болады. Соны сәніменен неше түрлі құрақ құрауға болатынын сіздерге көрсетпекшімін. Енді осының міне тігілуі жеке-жеке, былай жеке-жеке былай тігіп аламыз, құрап аламыз дағы, қайтадан былай ұзын құрақтарын осылай ұзын жол-жолыменен құрап аламыз. Ал дегенде осылай орналастырып аламыз. Орналастырып жеке-жеке. Енді екінші бір түрі, мен сіздерге екінші бір түрін көрсетейін. Оны таңдай құрақ дейді. Қазақта таңдай құрақ деген. Ол да өте әдемі болып көрініп тұрады. Мен сіздерге қазір сол таңдай құрақтың қалай орналасатынын тағы да бір көрсетіп өтейін. Біз таңдай құрағымызды құрау үшін біз осылай маталарымызды міне осы үш бұрышты бір-біріне бүйтіп құрап аламыз. Міне ақпен қызылды осылай құрап алдық, жеке-жеке бүйтіп тұрады. Осыған келесісінде ақпенен міне мына жеріне түгін байқап отырыңыздар. Мынау еңбелір матасы. Таңдай болып шығады, бұл қазір таңдай деп айтады. Төртеуін осылай келтіреміз де, екіншісіне біз мына жеріне көкті келтіреміз. Көкпен бірге міне мына екеуін бір тігіп, мынандай ортасынан келтіреміз. Ортасынан келтірген кезде бұл қазір керемет әдемі құрақ болып шығады. Міне жерде көкті. Мынау тең ортасынан былай қарай, былай жылжытып, осылай құраймыз. Сонда бұл иректенген, таңдайланған міне ақтың осылай несі шықты. Өте әдемі болып көрініп тұрады. Барлық құрағымыз құралып келген кезде керемет күшті. Біз енді осылай көктерімізді қайтадан осы көктің міне үшкіл міне жерінен таңдайының шыққанын шығарып былай құрап келтіріп аламыз. Осылай құрастырып аласыздар да, тікбес бұрын жақсылап бір-біріне керемет келтіріп аласыздар да, одан жалғастырып екіншісін барлығын осылай құрап салып алсаңыздар, ол өте оңай болады. Құраған кезде көзіңіздің алдында тұрады. Міне төрттен осылай алып отырасыз. Мына жерде біздің бедеріміз міне шықты. Бедеріміз мына таңдай құрақ деген, міне былай қырынан қарасаңыздар, ирек болып осы өзінің несіменен келіп жатыр, иректеліп. Енді бұны ары қарай келесі жағын мына жерден мынаны шаршы келтіріп бүйтіп, келесі жағына қайтадан көкті былай құрасаңыздар, бұл арада да әдемі бедер шығады. Неше түрлі менен жалғыз ғана осы үш бұрышпенен қаншама құрақты құрап үйренулеріңізге болады. Үштеріне былай келген кезде міне ерекше әдемі құрақтың түрі шығады. Енді осы құрақ үйренем деушілер, құрақты құрап қызығып жүрген қыз-келіншектер, біз каналға тіркеліңіздер. Мен сіздерге әртүрлі құрақтың түрлерінен осындай көрсетіп сабақ өткізіп отырамын. Жалғыз қана, мысалы қаншама қиықты қиып отырғанша, міне жалғыз үш бұрышпенен осы арқылы жаңегі неше түрлі гүлді құрақты дағы міне таңдай құрақ дейді, тау құрақ дейді. Мынаны шетінен енді былай қарай айландырып отырсаңыздар,
мына бүйтіп мынандай жерінен мында тау құрақ деген құрақ шығады. Онда міне мен сіздерге жай ғана осыны жалғастырып көрсетіп өтейін. Мына жерде мына былай болып кететін болса, міне тау құрақ дейді. Мына жеке өзінің астасынан осылай қарай құрайды. Міне біз мына жерден тау құрағын құрасақ, бұлар осылай жалғастырып отырады. Міне өзінің тұс-тұсыменен былай құрасаңыздар, бұл да әдемі көрініп тұрады. Үшбұрыштап. Осы құрақты енді сіздер енді осы каналға тіркеліп, өз ой пікірлеріңізді де жазып отырсаңыздар, өздеріңіз қандай құрақпенен құрап жатсыздар, осыға үйренгілеріңіз келетін болса, мысалы, барлығын осы пікірлеріңізді жазып отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Біз міне жалғыз ғана осы үшбұрыштың көмегіменен қаншама құрақтың түрін көрсетіп жатырмыз. Бұның өзі өте әдемі. Ары қарай өзіңіздің ойыңызбенен неше түрлі қылып құрақтар қарай дамыта беруге болады. Мысалы, мынаны былай айландырып, мына жерде былай бұны чар шығып кетуіңізге де болады. Екі жағына міне қызылдан келтіріп, осы неше түрлі менен келтіріп құрауға болады құрақтың түрін.